Таныс болайық. Сенің атың кім? Танысқаныма қуаныштымын. Менің атым Такеши. Мен Жапониядан келдім. Қазақстанға 2 ай бұрын келдім. Қазақстанға келгенде қазақ тілін білдіңіз бе? Мүлдем білмедім. Менің атым Назия. Мен Бангладештің Читтагон қаласында туып өстім. Мен қазір Назарбаев университетінде оқып жатыр. Менің атым Сандра. Менің ұлтым мексикалық. Мен Оахака қаласынан келдім. Менің атым Диди, мен Еуропада туып өстім. Менің болашақ мамандығым мұғалім. Қазір Назарбаев университетінде оқимын. Менің атым Цезар. Мен Сан-Францискодан келдім. Мен қазір Назарбаев университетінде қазақша оқимын. Мен қазақ тілін жақсы көремін. Алғашқы кезде студенттер маған алфавитті ғана біліп келді. Бірінші аптада біз қазақтың төл дыбыстары мен дыбысталуы бойынша жұмыс жасадық. Оғым, ожым, озын, ойқы, ойқытауы, өгіт, өгітеу, оғым, ғалым, аңқау, таң, қоңыр, маңдай. Біздегі мақсат ол аз уақытта нәтиже шығару керек болды. Сондықтан біз көбіне практикаға мән беру арқылы, студенттерді практикалық жаттығулар арқылы 2 айда сөйлетуге тырыстық. Олар көлікпен сенбі күні үйге барады. Кез келген тіл үйренуші тілді үйрену барысында грамматика арқылы емес, керісінше грамматиканы сөйлеу барысында үйрену керек. Мысалға, мен үйге бардым, базарға бардым, мектепке бардым. Одан кейін біз бұған техниканы қоса аламыз. Автобуспен бардым, жаяу бардым, таксимен бардым деп қоса аламыз. Одан кейін біз жыл мезгілдерін айта аламыз. Қыста бардым, күзде бардым, жазда бардым, көктемде бардым деп айта аламыз. Одан кейін біз апта күндерін қоса аламыз. Мен мысалға емханаға сейсенбі күні бардым, әуежайға жексенбі күні бардым, банкке дүйсенбі күні бардым. Үстіп тақырыпты күрделендіре беруге болады. What about this one? Сен жұма күні 10:30-да автобуспен базарға бардым. Мен 12-ші қыркүйекте көлікпен базарға бардым. Алғашқы кездегі тақырыптар олар өзі туралы, отбасы туралы, спорт, сүйікті музыка, не ұнайды, не ұнамайды. Осындай қарапайым күнделікті өмірдегі тақырыптар болды. Менің отбасымда 3 адам бар. Әке, ана, және мен. Қазір олар Мексика қаласында тұрады. Менің отбасым қазір Осака деген қалада. Отбасымда 5 адам бар. Әкем, анам, ағам, және інім, және мен. Бүгін мен Бангладештің мереке туралы айтсам. Біз жаңа жылда не істейміз? Бізде парад болады, жәрмеңке болады, концерт болады. Біз қандай тамақ ішеміз? Мынау порта, мынау күріш пен балық, аты илиш. Сосын жаңа жылда паркте концерт болады. Концертта адамдар билейді, ән айтады, дәстүрлі ән айтады. Бәрі жаңа жылда қызыл және ақ киім киеді. Мен әдетте бос уақытым жоқ. Бірақ бос уақытым болғанда мен әдетте тамақ пісіремін. Аптасына 5 рет фитнеске барамын және баняға барамын. Баняға барасыз, қандай спорт ұнамайды? Маған үлкен теннис ұнамайды. Тамақ туралы айтсам, таңғы асқа мен әдетте суық тамақ ішемін. Кеспе, тауық, сорпа, бұл тамақтар денсаулыққа пайдалы. Бұл тамақтар денсаулыққа пайдалы, бұл жоқ. Қымыз, шубат, осы продукттер дәстүрлі продукт Қазақстанда. Өте қызықты бағасы, себебі қазір смолда қымбатырақ, ал осында арзанырақ. Өнер алды қызыл тіл, білім өмір шырағы. Ана тілім қазақ тіл, асқар таудың бұлағы. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қазақ болсын бауырым, сөйле қазақ тілінде. Ана тілді құрметпен бағаласа қалай біз. Сонда сондай болар біздің қазір нағыз бағамыз. You should speak қазақша.
мен спортмен айналысамын. Мысалы мен үстел теннис жақсы көремін. Мен анда-санда достармен ойнаймын. Денсаулық үшін өте пайдалы. Мен спорт өте жақсы көремін. Назарбаев университетінде үлкен кітапхана бар. Кітапханада біз әдетте көп кітап оқимыз. Роман оқимыз. Маған кітап қатты ұнайды. Mening adım Naziya. Tanışık olayık. Sen neçə yaşındasın? 6 mı? Mektepte okuyorsun da? Neçinci klasda? Birinci klasda. Mening otbasım hazır Bangladeş'te. Mening ağam var. Atanam көп sağanam. Anamның тамақ оты sağanam. Papamмен сөйлесем sağanam. Осы келесі аптада үйге барамын. Мен қатты бақыттымын. Бұл кафе аты Daily Cup. Нан бар, кафе бар, шай бар. Сосын раф, кофе мен сүт. Осы сосын дәмдірек. Менің ойымша макарон или песто қызанақ өте дәмді. Соңғы кезде студенттер әбден тақырыпты пысықтап меңгергеннен кейін аудиториядан шығып диктофонға сөйлей бастады. Бұны күрделендіріп отырдық. Поп, рок және хип-хоп жанры. Қазақстанда мысалы Молданасар, Кешу, Орда. Менің сүйікті музыка поп, хип-хоп, рок және дәстүрлі музыкасы. Тыңдап, сөйлеген сөздерін, қателерін түзеттік. Осы кері байланыстың арқасында студенттер көптеген қателерін түзете алды. Ең қызықты демалыс туралы айтамын. Мен бала кезімде Сизуока деген Жапонияда орналасқан қалаға автобусымен бардық. Қазақ тілі шет тілі ретінде оқытуға арналған арнайы оқулық жоқтың қасы. Оқулықтар бар, бірақ ол оқулықтармен біз жұмыс істей алмаймыз аудиторияда. Сондықтан 12-13 сағат отырып материал дайындаған кездеріміз болды. Себебі сіздің дайындаған мәтіндеріңіз студентті сөйлетуге арналу керек, қызықты болу керек, мәтіндер тартымды болу керек. Мынау тал жанартау. Ол Лузон аралда Филиппинде орналасқан. Ол белсенді жанартау және ол. Мысалы, мына бір тапсырманы алып қарайтын болсаңыз, табиғи апаттар туралы өткен кезде жанартауды зерттеді. Бұл тақырыпқа ол шығармашылық тұрғысынан келді. Ол көптеген аудармалар жасады, сөз тіркестерін алды. Сонда қарапайым ғана тақырыпқа сай негізгі ақпараттарды толтыру арқылы осы тақырып аясында студенттер сөйлей алды. Тайфун болады екен, дауыл болады екен. Африкада бақытты. Сондай-ақ дайындаған материалдарыңыз ол қолданысқа сай болу керек. Мысалы, мына бір суретті алып қарайтын болсаңыз, осы сурет арқылы студенттер көптеген ақпараттарды алады. Көшенің қиылысында, көшенің бойында, мына көшеден бұрылғанда, мына көшеден өткенде өмірде қолданылатын осы бір сурет арқылы адамдар сөйлей алады. Шырыңыз мешіт қай жерде орналасқан? Мешіт Атымешіт көшесінің бойында орналасқан. Тамаша. Мысалы, мына мәтінді алып қарайтын болсақ, адамдарды сипаттап үйренген кезде, ол жас адам ба, кәрі адам ба, оның мұрты бар ма, сақалы бар ма, оның мұрны үлкен бе, кішкентай ма, осы адамды сипаттауға қатысты мына мәтіндерге қарап отырып, адамдар сұрақ қою арқылы, сөйлеу, бір-біріне жауап беру арқылы сөйлеп үйренеді. Менің жақын досым Бангладеште тұрады. Оның аты Таниша. Бойы орташа және ол арық. Біздегі тіл оқудағы олқылық, кемшілік ол дизайн жетіспейді. Мысалға, мына мәтінді алып қарайтын болсақ, дизайн әдемі, мәтіндері қысқаша және өмірде қолданылатын фразалар тіркестерден тұрады. Кез келген тіл үйренуші жалықпайды мына мәтіндерді оқыған кезде. Қысқа мәтіндерді оқу арқылы, ол мәтіндердің арасындағы байланыстарды іздеу арқылы қазақ тілін игере алады. 2 айда қазақ тілі өте ғажап тіл екенін түсіндім. Бұл бүгінге Димаштың. Ұлы Абайдың Тәуелсіз қазақтың 21 ғасырдың тілі екенін айтқыңыз келеді. біз қазақша таңдау жасадық. Біздің айтқымыз келгені, аз уақытта қазақ тілін үйренуге болады, аз уақыттың ішінде қазақша сөйлеуге болады. Оны біздің студенттер дәлелдеді, көрсетті. 8 апталық курста олар қазақша сөйлей алды. Сонда осы 2 айдың ішінде қазақ тілі өте жеңіл тіл, логикасы бар тіл екеніне көз жеткіздік. Өнер алды қызыл тіл.